Бәріне сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен тағы да бір пайдалы рецептпен бөлісетін боламын. Бүгінгі біздің тақырып көз күтіміне арналады, яғни көзіміздің айналасындағы синяктар, яғни көгеру, ісіну, отек, соларды қалай кетіруге болады және оның оңай тез жасалынатын рецептінің түрлерімен бөлісемін. Егер сізге қызық болса, ең алдымен менің каналыма подписка жасап, лайк қойып кетіңіз. Сол кезде сіз менен тағы да басқа пайдалы ақпараттарды өткізіп алмайсыз. Және де сіздің маған деген сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жаза кетіңіз, жауабын видео ретінде түсіретін боламын. Ал егер де сіздің де пайдалы бір рецептіңіз, белгілі бір маскаларыңыз болса, бізбен бөлісіңіз. Мен қуана-қуана оған видео түсіріп, тексеріп көретін боламын. Ал енді біз көз күтіміне кірісейік. Ең алдымен маскаға кіріспес бұрын сіздерге бір лайфхакпен бөлісе кетейін. Егер де сіз жұмыс жасайтын таңертеңгісін ерте тұрып, көзіңіз ісіп, постоянно отекать етіп, яғни мешки под глазами болатын болса, онда бұл сізге арналады. Қарапайым күрішті қайнатып алып, оның қайнаған суын сүзіп алып, кәдімгі мұз құйғыш формочкаларға салып, мұзға қатырып аласыз. Таңертеңгісін көзіңіз ісіп оянған кезде, сол мұзбен көзіңіздің айналасын сүртетін болсаңыз, ісігіңіз, отегіңіз кетіп, көзіңіз өзіңіздің баяғы қалпына мөлдіреп шыға келетін болады. Міндетті түрде пайдаланып көріңіз. Бүгінгі біздің жасайтын рецептіміздің екі түрі болады, яғни бір-бірімен үйлесімі болу үшін және жақсы көмегі тию үшін. Ең алдымен біз бетке арналған, яғни көздің айналасына және де бетке жағуға болатын масканы жасаймыз. Ол маска бізде қарапайым, күнделікті пайдаланатын көк шайдан жасалынады. Көк шайдың негізгі ішкі ағзадан бөлек сыртқы бетке, яғни келбетке берерде пайдасы өте көп. Және де көк шайдан жасалған маска ешқандай аллергия бермейді және қоздыру, қабынуды қалпына келтіреді. Сол үшін уайымдамай бұл масканы барлықтарыңыз жасап көрулеріңізге болады. Ал екінші түрі біздің ол қарапайым қиярдан көзге арналған патчи жасайтын боламыз. Ал енді маскаға кірісейік. Ал біз енді маскамызды дайындауға кірісейік. Ең алдымен біз маска жасаймыз. Масканы жасағаннан кейін біз оны 20 минутқа тұндыруымыз керек. Сол кезде біз көзге арналған патчи жасайтын боламыз. Сол себепті видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен көк шай. Көк шайды осылай салып дайындап алдым. Менде қарапайым жаңағы шөптері жоқ екен. Сол себепті пакетированный шайды жыртып, ішіндегі шайын бөлек салып алдым. Енді екінші керек ингредиент ол бізге семена ілна. Қазақша оны зығыр тұқымы деп айтады. Зығыр тұқымының берер пайдасы өте көп. Ағзаға да және беткі сыртқы келбетке де беретін пайдалары мол. Мен алдыңғы видеода айтып өткен болатынмын. Менің каналыма подписаны болсаңыздар, зығыр тұқымының бір қасығын қосатын боламыз. Бетке арналған жаңағы маскамызға керек үшінші ингредиент ол сүт. Алдын ала мен оны ысытып алдым. Өзіңіздің жаңағы қолдың сүті не болмаса дүкендегін пайдалана беруге болады. Жаңағы көк шай мен зығырдың дәнінің үстіне осылай ыстық сүтті құйып, әбден араластырып 20 минутқа қалдырып қоямыз. 20 минуттан кейін біздің массамыз қоюланып, маска жасауға дайын болады. Бұл пока қоюланғанша біз сізбен сыворотканы, яғни бетке арналған патчиді жасауға кірісейік. Біздің массамыз тұнығып жатқанда біз енді сыворотканы бастайық. Ол үшін ең алдымен бізге ең керекті ингредиенттер қияр, миндаль майы және жүгері крахмалы.
Миндаль майын мен каналымда айтып өткен болатын, әр қыз баласының үйінде міндетті түрде миндаль майы болу керек. Миндаль майы ол сіздің бетіңіздің терісін жылтыратады, ылғалдандырады және табиғи сұлулығын кешке дейін сақтап тұруына жақсы көмектеседі. Құрамында дәрумендерге өте бай. Ал крахмалдың дәл сол сияқты пайдалары жаңағы біздің бетімізге өте көп және де ешқандай зияны жоқ. Крахмал біздің бетімізді ағартып, пигментацияның көбейіп кетпеуіне жақсы жол береді. Сол себепті осы ингредиентті қиярмен араластыратын болсаңыз еш зияны жоқ. Тек қана сіздің көзіңіздің айналасында ісіктерді алып, тез қалпына келтіруге көмектеседі. Ең алдымен қиярымызды өткізгіштен жақсылап майдалап өткізіп аламыз. Ал қиярымызды майда көзінен өткізгіштен өткізіп алдық. Енді бізге қиярдың суы қажет. Ол үшін осындай сүзгіштен сүзіп аламыз. Ал қиярды өткізгіштен өткізіп, суын арнайы бөліп алдық. Енді сізге тағы бір лайфхак, қалған қиярдың өзін лақтырмаңыз. Қаймақпен араластырып, таңертеңгісін таза бетке 15-20 минутқа араластырып жағатын болсаңыз, бетіңізді күшті ылғалдандырады. Сол үшін лақтыруға асықпаңыз, бұдан да тағы бір маска жасауға болады. Ал енді біздің міндетіміз бүгін патчи жасау, сол үшін патчиға кірісейік. Міне біздің қиярдың суына бір қасық крахмал қосамыз. Крахмал біздің қиярдың суын қоюлануына көмектеседі және де оны көздің айналасындағы көгергендерді алып ағартуына жақсы реакция беретін болады. Жақсылап араластырамыз, түйіршік қалып қалмау үшін. Келесі ингредиент бағанағы айтып өткен үшінші миндаль майын құямыз. Миндаль майы біздің дәріханаларда сатылады. Шамамен 600-700 теңгеге сатып аласыздар. Примерно бір 10-15 тамшы жеткілікті. Миндаль майын араластырып, жақсылап, сосын арнайы қақпағы бар ыдысқа құйып қоямыз. Міндетті түрде қақпағы болу қажет. Мен өзімнің кәдімгі магазиннен сатып алған патчиларым бітіп қалған, соның ыдысына салатын боламын. Осындай арнайы ыдысқа көзге екі бөлікке қою үшін мақтамызды осылай екіге бөліп аламыз. Дәл осы дайын мақтаны батырып отырып осы жаққа саламыз. Ал біздің мына мақтамыз осылай дайын болды. Енді қақпағын жауып, тоңазытқышта ұстасаңыздар болады. Біздің патчиіміз дайын болғаннан кейін біз алдыңғы маскаға қайтадан кірісеміз. Ол маска бізде тұнып болды. Одан кейін мен оны арнайы осындай кәдімгі дәріханада сататын марляға салып, әбден осылай суын сығып алдым. Енді осы дайын болған біздің сүттен және көк шайдан жасалған массамызды осындай қақпағы бар банкаға сақтап холодильникте, яғни тоңазытқышта сақтауымызға болады. Осындай банкаларды мен Zeta дүкендерінен 400-500 теңгеге алдым. Осылай құйып аламыз. Одан кейін бетімізді жақсылап жуып, тазартып алғаннан кейін осындай маскамен
мақтамен осылай бетімізге жағып жарты сағат ұстаймыз. Масканы бетімдегі жуып тастадым. Енді патчиді қолдан жасалған бетімізге қойып, көзіміздің астына қойып аламыз. Ол кішкене суы көп болған себептен жақсылап сығып алу қажет. Осылай кәдімгі патчи секілді көзіміздің астына қоямыз. Таңертеңгісін патчиді салқын күйінде қоятын болсаңыз, эффекті тезірек болады. Әр көзге жасалған маска салқын болу қажет.